Тек аяқ киім емес, бұл қозғалыс, Adidas феномені. Adidas бұл жай ғана спорт киім немесе аяқ киім тігетін компания емес. Бұл ғасырдан астам тарихы бар, көшеде стильге айналған, спортта жеңіс белгісіндей болған жаһандық құбылыс. Адамдар Adidas киеді, бірақ шын мәнінде олар өздерін білдіреді. Бүгінде жастар үшін Adidas тек бренд емес, бұл өзіндік позиция, стиль, мәлімдеме. Ол хип-хоп мәдениетімен де үндеседі, футбол алаңында да салтанат құрады, тіпті TikTokта трендке айналып, буыннан буынға өтетін құбылысқа айналды. Adidas'тың жетістігінің сыры неде? Біріншіден, ол инновация мен дәстүрді шебер ұштастыра біледі. Boost, PrimeNet секілді технологиялар жай ғана жайлылық емес, бұл ғылым. Ал үш жолақты белгі брендтің рухани символына айналған көрінісі. Сонымен қатар Adidas жастардың үніне құлақ асады. Ол олармен бірге сөйлейді, бірге демалады, бірге көтеріліс жасайды. Kanye Westпен бірігіп шығарған Yeezy бұл жай аяқ киім емес, мәдени жарылыс. Ал Pharrell, Bad Bunny сынды әртістермен әріптестік брендті ұрпағына тағы да жақындата түсті. Adidas'тың философиясы Impossible is nothing, бос ұран емес. Бұл әр адамның ішіндегі мүмкіндікті оятатын сөздер. Бұл өзін табуға, өзін көрсетуге, өз жолыңды таңдауға жігер беретін рух. Adidas бізге арнап жасалған бренд емес, біз арқылы жасалған бренд. Біз оны киіп қана қоймаймыз, біз оны жасаймыз. Әр қадамымыз, әр стиліміз, әр таңдауымыз Adidas тарихының бір бөлігіне айналады.